бүгінге аудандар мен қалаларда жылыту маусымы 3 мен 15 сәуір аралығында толық аяқталды. Алакөл ауданы бойынша жылыту маусымы сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасына сәйкес 20 сәуірде аяқталатын болады. Облыстың энергия беруші кәсіпорындары өткен жылыту маусымында объекттерді бекітілген кестелерге сәйкес үздіксіз жылу және электр энергиясымен қамтамасыз етті. Жалпы өткен жылдың дайындығына тоқталатын болсақ, 2025-26 жылдардағы жылыту маусымына дайындық және оны өткізу үшін 19,1 миллиард теңге қарастырылды. Оның ішінде жылу мен жабдықтау нысандарының жөндеуге 7,6 миллиард теңге бөлінсе, отын сатып алуға да 7,6 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ кәсіпорындардың тарифтік сметалары есебінен 3,7 миллиард теңге бөлінді. Ол бекітілген тариф аясында 426 миллион теңге бойынша болса, тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасымен 3,3 миллиард теңге қарастырылып ол игерілді. Осы бөлінген қаражаттардың нәтижесінде жалпы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2 турбинаға ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ол Текелі қаласындағы жылу электр орталығында 35 қазанға күрделі ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ол жерде 33 қазанға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілсе, 2 қазанға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 16,4 километр жылу желілері қайта жаңғыртылып және күрделі жұмыстар жүргізілді. 1,1 километр электр желілері қайта жаңғыртылып күрделі жұмыстар жүргізілді. 206 трансформаторлық қосалқы станция дайындалды. Бұдан басқа жылу көздерінің бюджеттік объектілерді және облыс тұрғындарын отынмен қамтамасыз ету тұрақты бақылауда болды. Маусымның қорытындысы бойынша энергия кәсіпорындары үшін 293 мың тонна көмір және 61 мың тонна мазут жеткізілді. Сондай-ақ бюджеттік ұйымдар үшін 14,1 мың тонна көмір, 3,6 мың тонна бензин және 10,4 миллион литр дизель отыны отынмен қамтамасыз етілді. Облыс халқының көмірге